Ұлы фюрердің қатыгез ұлтшылдығы бүкіл әлемге белгілі. Бірақ Гитлердің еврейлерді неліктен қырып тастағанын көпшілік біле бермейді. Бұл сұрақ оның әйгілі «Менің күресім» атты кітабында жазылған. Бұл шығармада Адольф Гитлердің еврейлерді ұнатпайтынын шынайы түрде көрсетеді. Гитлердің билігі кезінде еврейлерді тұтқындап, азаптап отырып өлтірген. Барлығы 7 миллион еврей өлтірілді. Ол туралы 10-нан астам фильмдер түсірілді. Көптеген кітаптар жазылды. Адамдардың Гитлерге деген көзқарасы мүлдем керағар. Біреулер оның шешендік шеберлігіне, қайсарлығына, зеректігіне тәнті болса, кейбіреулері белгілі бір жасқа жеткенше қатыгездігі мен менмендігіне ызаланады. Адольф тіпті бұл туралы ойлаған да жоқ. Еврейлер басқа ұлт өкілдерінен ерекшеленетін. Училищеде оқып жүрген кезде ол еврей ұлтының бір баласын кездестіреді. Оған Гитлер күдікпен, сақтықпен қарайтын. Бір күні Адольф Венаның басты көшесімен келе жатып, ерекше жасалған ұзын кафтан киген кісіні көреді. Бұл адам тұлғаның назарын аударғандығы соншалық, Гитлер еврейлер туралы көбірек білуге шешім қабылдайды. Әдеттегідей ол тиісті әдебиеттерді оқудан бастайды. Адольфқа кездескен басылымдар антисемиттік жазбалар болды. Олар еврейлерге өте жағымсыз көзқарасты білдірді. Бір қызығы, оларды зерттегеннен кейін ұлы диктатор бұл халықты қудалаудың әділетсіздігін сезінді. Өйткені ол кезде Гитлер еврейлерді басқа ұлттардан ерекшелендірді. Бірте-бірте фюрер еврейлердің жеке халық екенін түсіне бастады. Ол тіпті оларды сыртқы белгілері бойынша киім-кешек, шаш үлгісі және жүріс-тұрысымен ажырата бастады. Және олардың мінез-құлқы, діни ұстанымдарының нәтижесінде еврей халқына деген ерекше көзқарас қалыптасты. Оларды ашықтан ашық жек көріп, оларды жою, ұлттың тазалығын сақтау мақсатымен жан-жақты қудалай бастады. Жалпы яһудилер деген кім? Яһудилерді орыстар мен қазақтар еврейлер деп атайды. Ағылшын тілінде еврей, ал немісше джуден деп аталады. Қазіргі Израильдің Иерусалим қаласында олардың жеке меншік мемлекеті өмір сүрді. Ұстанатын діні иудаизм, діни кітабы Тора. Біздің ерамыздың 1 ғасырының аяғында Израильді римдіктер жаулап алды. Көптеген еврейлер осы соғыста қаза тапты. Аман қалғандары Европа мен Батыс Азияның әр жеріне қоныстана бастады. Олар осылай өз жерінен айырылып қалды. Еврейлерді кез келген жерде тану қиын емес, себебі олардың өздеріне белгілі тілдері, діндері, киімдері бар. Олар Европа елдерінде қара жұмысты атқарып жүрді. Кейіннен саудамен, өнермен айналысты. 13-15 ғасырларда еврейлер діни қуғын сүргінге ұшырады. Кейіннен Американың ашылуымен діни бостандық іздеп, ақш-қа көптеген еврейлер келді. 19 ғасырда еврейлер Германияда да орасан зор күшке ие болды. Еврейлер Германияда өнер, білім, ғылым, әдебиет саласында жоғары көтерілді. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде европалық еврейлер өте бай болды. Олар соғысты пайдаланып, Лондон, Нью-Йорк биржаларынан қомақты ақша жинады. Соғыс кезінде Германия, ақш, Франция және Ұлыбританиядағы қару-жарақ шығаратын тігін фабрикаларынан орасан зор қаржы тапты. Көптеген европалық, америкалық банктер еврейлерге тиесілі болды. Осылайша соғыс аяқталғанда еврейлер бай әрі қуатты болды. Ал олар өздері тұрып жатқан мемлекеттің өкіметіне ақша берудің орнына тек өздерін ғана ойлап, өздері байып отырды. Бұл мемлекеттің экономикасын көтермеді деп, халық наразы бола бастады. Бұл еврейлерді жек көруге әкелді. Еврейлерді жалғыз Гитлер ғана емес, бүкіл Европа елдері жек көріп, қызғанышпен қарады. Гитлер оны күшейтіп, жаппай еврейлерді жоюға кірісті. Тағы бір себеп, сол кездері өсіп келе жатқан балаларға тек еврейлер өсімқорлар, ұрылар, алаяқтар деп танытты. Еврейлер туралы осындай нашар әңгімелер көп болды. Гитлер де осы әңгімелерді естіп өсті. Гитлер үшін еврейлер басқа халықтың денесіндегі паразиттер саналды. Еврейлер өзі өмір сүріп жатқан халыққа тек өлім әкеледі. Солай олар Германияны да жаулап алмақшы деп ойлады.
Сол кездегі Германиядағы антисемиттік көңіл күйдің күшеюінің тағы бір себебі бейтарап мемлекеттердің Германияға қарсы күшеюіне еврейлер себепші болды. Гитлер еврейлерді жек көруінің жеке себептері де болды. Ол кішкентай кезінде оны еврей адам соққыға жығып жаралаған. Содан арқасында таңба болып тыртық қалып қойған. Оған қоса Гитлердің әжесі Анна Мария Франкенберг есімді бай еврейдің отбасысында жұмыс жасаған. Солай Гитлердің әкесін дүниеге әкеледі. Осыған сүйеніп кейбір тарихшылар Гитлерді еврейден туған деп санайды. Гитлердің өзі Аустрия университетінде мүсіндеуші мамандығын оқып жүргенде еврейдің бір бойжеткенімен ашына болып, ақырында сифилит ауруымен ауырған. Бұл оның психикасына әсер етіп, өте ашушаң, мазасыз адам болған. Бұл туралы ол өзінің әйгілі «Менің күресім» атты кітабында жазған. Гитлер билікке келген кезінде Германияда шамамен 500 мыңдай еврей болды. Оның ішінде атақты адамдар, өнер майталмандары, банк иелері де көп болды. Сол кездері еврейлердің банк саласында, темір жолда, өнеркәсіптерде орасан зор биліктері күшті болды. Гитлер билікке келе сала, осындай күш-қуатқа қарамай, еврейлерге қарсы шаралар жүргізе бастады. Гитлер тіпті ата-апасы еврей болған немістерді еврей деп санады. 1938 жылы наурыз айында неміс армиясы Аустрияға басып кіргенде 450 мыңға жуық еврей тұтқынға алынды. 1943 жылға қарай шамамен 2,5 миллион еврей өлтірілді. Еврей тарихында қайғылы қараңғы оқиғалардың бірі Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Гитлердің бұйрығымен неміс әскерлері еврейлерді жүйелі түрде жоюды бастады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 6 миллионға жуық еврей нацистік биліктің құрбаны болды. Бұл санға 1,5 миллион бала да кірді. Осындай қатыгездікпен Гитлер еврейді жер бетінен жоя бастады. Міне достар, бұл шығарылым өз соңына жетті. Егер бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, лүпіл басып, астына өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі қызықты шығарылымда кездескенше сіздермен болған Әсия.